Жалғастырамыз. Шымкенттегі орталық Қажымұқан стадионда ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесі болып өтті. Жергілікті тұрғындар мұндағы азық-түлікті 10-15%-ға арзандатылған бағамен сатып алды. Жәрмеңкеге 35-тен астам ауыл шаруашылығы саласы бойынша тауар өндірушілер қатысты. Мейрам қарсаңында жерлестердің ақ дастарханын мол өту үшін 212 тонна өнім әкелінді. Бұл жәрмеңке әдеттегі нарық бағасынан әлде қайда арзан. Тұтынушыларға мүмкіндік мол болды. Тұрақтандыру қорынан әкелінген көкөністер де сөрелерден орын алды. Кәсіпкерлердің өздері мұндай жәрмеңкелер жиі өткізіліп тұрса деген ниет білдірді. Бүгінге 212 тонна өнім алып шықтық. Оның ішінде 35 ауыл тауар өндірушілердің үлесінен кіреді. Біздің мақсатымыз бағаны тұрақтандыру. Осы іс-шараның аясына жұмыс істеп жатырмыз. Іс-шараға 14 аудан, сосын кейін тұрақтандыру қорындағы біздің әлеуметтік қамсыздандыру компаниясының Шымкент қатысып отыр. Мерекелік жәрмеңкеде күріштен бастап көкөніс, бақша дақылдары, сүт өнімдері, ет, мал азығы жалпы 104 миллион теңгенің өнімі сатылды. Құны да қалтаны қақпайды дейді қала тұрғындары. Наурыз мерекесіне орай осы ярмаркаға келіп тұрмын. Әрдайым осы ярмаркаға келіп тұрамын мен. Әкімшілікке рахмет, осындай халыққа ярмарка ұйымдастырғанда. Бағалары өте төмен. Басқа жерлерге қарағанда ыңғайлы, халықта өзі довольны болып кетіп жатыр. Осы наурыз мейрамында бәріне тек қана жақсылық тілеймін, сәттілік тілеймін, үйлерінде береке болсын, ынтымақ болсын. Жылда наурызына келесі наурызға жете берейік аман есен. Бұл күркетауықтың бір жақсы жері, бұл қарасаңыздар қазір Қазақстанымызда тек бізде ғана шығарылады. Оның енді бір жағынан біз үйреніп қалғанбыз, қазыға тажеп. Бұл күркетауықтың бір жақсы жері етінің бұл ағзаға өте сіңімді. Бағасы енді орта есеппен сол 700 теңге есебінде болады осының бағасы. Облысымыздың 14 ауданынан жеткізілген азық-түлік өнімдеріне деген сұраныс жоғары. Тұрғындар бағасы арзан әрі экологиялық таза өнімдерді сатып алғанына дән риза. Жәрмеңке осылайша мерекелік көңілге көрік берді. Ақмарал Көпжасарова, Рулан Рүстемов, Ербол Махашев, Оңтүстік ақпарат.